Сәлем баршаңызға. Бүгін біз осындай өте дәмді үй жағдайында бір жасағанда шығатын кекстер жасайтын боламыз. Ең әуелі барлық заттарымызды алдын ала дайындап аламыз. Барлық құрамын төменге описанияға жазып кеттім. Сол жерден қарап барлығын алдын ала міндетті түрде дайындап алыңыздар. Ең әуелі 3 жұмыртқамызды шағып, оған қантымызды қосып, барлығын бір тексетіп, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, барлығын араластыратын боламыз. Майымызды салып, барлығын бір тексетіп араластырып алғаннан кейін 5 ас қасық сүтімізді қосатын боламыз. 5 ас қасық сүтімізді қосып, барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін алтын ала сетадан өткізіп дайындап қойған ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш қосып, барлығын бір араластырып алып, осы сұйықтығымызға ақырындап отырып қосатын боламыз. Барлығын бірден қосып жібермеңіздер, ақырын-ақырын 2-ге 3-ге бөліп салыңыздар. Мен ұнымды 2-ге бөліп салдым. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін осындай қоймалжың болып шығады. Барлығын описаниядан қарап, граммда өлшеп салсаңыздар, осындай болып шығады. Осыған дәм беру үшін мен ванилин қолдандым, кішкене ванилин қостым. Ал сіздер қоспай ақ қойсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мен дәм беру үшін қостым. Осындай өте іртіксіз майда қоймалжың болып шығу керек. Осыған кекстің формасын дайындап, бір-бір қасықтан құйып шығатын боламыз. Ал арасына, салмасына өз қалауларыңыз бойынша сгущенка немесе варенье сгущенка қолданса, немесе шоколад салсаңыздар да болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен осындай варенье сгущенка қолдандым. Барлығына 1 ас қасықтан құйып шыққаннан кейін арасына кішкене салма салып барып, үстіне қайтадан құйып шықтым. Менде осы рецепт бойынша 12 үштік шықты. Осы дайын болған кексімізді 180 градусқа 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей осындай өте дәмді көтерілген жұмсақ кексіміз дайын болды. Осы рецепт бойынша сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Мен бетіне кішкене қант ұнтағын септім. Мінекей өте дәмді, жұмсақ, арасы құп-құрғақ болып шықты. Осы рецепт бойынша сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, әлі көптеген рецепттер болады. Сіздермен бірге болған Нұргүл.